Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз Қазақстан тарих пәні бойынша 11 сыныптарға арналған 3-ші тоқсандағы 90-дық жиынтық бағалы тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарында жиынтық бағалаудың құрылымы белгіленген. Бұнда бөлім қоғамдық саяси ойдың дамуы, тексерілетін мақсат алдарыңызда белгіленген. Тапсырма саны 5 тапсырма саны. Осы жұмыстарды біз орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада тест жұмысын орындаймыз. Екінші тапсырмада мәңгілік ел идеясының елді біріктіруші ретіндегі маңызын жазамыз. Үшінші тапсырмада дерек көздері және өз білімдерін қолданып, қоғамдағы саяси ойдың бастауы мен дамуына үлес қосқан тарихи қайраткерді бағалайтын боламыз. Төртінші тапсырмада 19 ғасырда қазақ ағартушыларының қоғамдық саяси көзқарастары идея формуласын қолдана отырып талдайтын боламыз. Және бесінші тапсырмада қазақ мемлекеттігінің даму жолдары туралы ұлттық зиялылардың қоғамдық саяси көзқарастарын салыстыратын боламыз. Ал құрметті оқушылар, онда біз өз жұмысымызды бастайық, талдау жұмыстарын жүргізетін болайық. Бірінші тапсырмада тест жауаптары. Тест тапсырмалар орындайтын жауаптары. Бірінші, алаш ұғымының шығуы немен байланысты? Дұрыс жауабы: қазақтың ел болып хандық құрғанға дейінгі ежелгі тайпалардың ортақ атауы. Екінші сұрақ: алаш ұлттық идеясының туындау себебі неде? Дұрыс жауап: қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігін алуға бастау. Үшінші сұрақ: алаш партиясын қандай ұлттық мәселелерді көтерді? Автономия алу. Төртінші сұрақ: қазақ ұлттық саяси партиясын құру қандай жиында талқыланды? Орынбордағы жалпы қазақ съезінде. Енді бұл алаш партиясы, құрметті оқушылар, алаш партиясының қазақ елі үшін нәтижесі ұлттық сана оянды. Алаш қайраткерлері қазақ халқына тәуелсіздік, білім, бірлік туралы идеяларды кеңінен таратты. Сіздер білесіздер, қазақ автономиясы 1917 жылы Алашорда үкіметі құрылып, қазақ жерін басқаруның ұлттық жүйесін жасауға әрекет жасалды. Білім мен мәдениет дамытуға үлес қосты. Қазақ тіліндегі мектептер ашу, кітаптар шығару, халықты ағарту ісін дамытты. Мемлекеттік басқару идеясын қалыптастырды. Қазақ жеріне демократиялық мемлекет құру туралы алғашқы саяси бағдарламалардың бірі болды. Ұлттық зиялы қауым қалыптасу қозғалыс басында суретте бейнеленгенде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов сияқты қайраткерлер тұрды. Екінші тапсырмада, құрметті оқушылар, біз мұнда мәңгілік ел идеясының елді біріктіруші ретінде маңызын жазатын боламыз. Құндылықтар: қазақстандығын, тәуелсіздігі мен астанасы. Тәуелсіздікті маңызы: тәуелсіздікті сақтау, оны қорғау әр азаматтың борышы, ал астананы көркейту елдің мәртебесі. Қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Елде бірлік пен тыныштық болмаса, прогресс болмайды. Бауыры бүтінді жау алмайды. Зайырлы қоғам және жоғары руханият. Білім мен ғылымды дамыту және зайырлы қоғамның жемісі. Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Өз елінің тарихын білу, ұрпақ сабақтастығы жалғастыру арқылы ұлттық тілді дамыту. Жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Азаматтардың барлығын еңбекпен қамту және табысты теңбелу даму сатысы. Алдымызда тәуелсіздіктің символдары белгіленген, құрметті оқушылар. Үшінші тапсырмада дерек сөздері және өз білімдерін қолданып, қоғамдағы саяси ойдың бастауы мен дамуына үлес қосқан тарихи қайраткерді бағалайтын боламыз. Қоғамда ойдағы саяси ұқсастығы, қоғамда ойдағы айырмашылығы. Қоғамда ойдағы ұқсастығы: бірінші, ізгілік қоғам; екінші, адамгершілік; үшінші, көмектесу, қолдау, ұжымдасу. Қоғамдық ойдағы айырмашылық: бірінші, жеке адамның бостандығына қатысты; дінге көзқарас, утопия. Тарихи маңызы: ұлы ғұламалардың қоғамдағы жетілдіруге қатысты пікірлері ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Енді құрметті оқушылар, төртінші тапсырмада 19 ғасырда қазақ ағартушыларының қоғамдық саяси көзқарасын идея формуласын қолдана отырып талдайтын боламыз. Бұнда халықтың отаршылық бағынуына түсіну, білімнің, ғылымның дамуы, тағы да басқа. Патша үкіметі қазақтың мемлекеттігін жойды. 1822-24 жылы реформалау, орыстандыру саясаты мен қоныстандыру басталды. Елдің қамын ойлаған ойшылдар Уәлиханов, Құнанбаев, Алтынсарин еңбектерінің халық арасында таралуы, мектеп ашуға, оқу білімге таратуға, ұлттық тарихы мен этнографиясын зерттеуге үлес қосты. Бұл шығармалар әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ және қазақ халқының асыл мұрасы қатарына кірді. Алдарыңызда Торғайда ашылған, Қостанайда алған алғашқы мектеп, оның негізінде қалған бізде басында Орал Алтынсарин атамыз тұр. Бесінші тапсырманың жауабы. Бұнда көтерілген мәселелер: алаш қозғалысы қайраткерлері, революционер, демократтар. Көтерілген мәселелер:
алаш қозғалыс қайраткерлері жер автономия білім ғылым, ой пікірлерінің мықты тұсы ұлттық экономиканы дамыту, ой пікірлердің әлсіз тұсы федерация құрамында болу. Революционер демократтар теңдік бостандық көтерген мәселелері, ой пікірлердің мықты тұсы еңбекшілердің талаптары, ой пікірлердің әлсіз тұсы кеңес үкіметін қолдау. Алдарыңызда мына революционер демократтар бейнелеп тұр және өзіміздің алаш партияның қайраткерлері. Алаш партиясы, ол білесіздер құрметті оқушылар, қазақ халқының ұлттық тәуелсіздік жолындағы маңызды тарихи қозғалысы болып табылады, құрметті оқушылар. Міне біз барлық сұрақтарды жолдап талдап болдық. Қандай да бір сұрақтар болса жазыңыздар, мен әр уақытта сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Алдарыңызда тұрған сынақтарға сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар, құрметті оқушылар.